Сквозная аналитикасыз бизнес өспейді. Күнде креативтер түсіріп жатсыз, таргет жіберіп жатсыз, көптеген қаражаттар рекламаға кетіп жатыр, тапсырыстар түсіп жатыр, бірақ сатылым мүлдем жоқ. Ақша кетіп жатыр, ал қай креатив нәтиже берді, қай аудитория сатып алды, ақша салған сайын неге сатылым өспей жатыр? Түсініксіз. Жарнамада нақты бақылау жоқ. Осы сұрақтардың жауабы жоқ, себебі сквозная аналитика жоқ. Ал егер сквозная аналитика қосылса, нақты қай креатив сатылым әкеліп жатқанын көресің, қай аудитория сатып алып жатқанын білесің, қай менеджер тиімді жұмыс істеп жатқанын бақылайсың. Осы деректерге сүйеніп, нәтиже бермеген креативтер мен аудиториялар өшіріледі. Тек сатылым әкеліп жатқан әрекеттер ғана қалады. Жарнама тиімді болады, бюджет үнемделеді, сатылым артады. Егер сіз де таргетке салып жатқан ақшаңызды 3-4 есе қайтарғыңыз келсе, менің тегін сабағымды қараңыз. Тегін сабақтың ішінде қалай таргетпен жұмыс істеу керек, қалай бюджетті үнемдеу керек, толық түсіндіріп қойдым. Тегін сабақты алу үшін подробнее батырмасын басып 7 санын қалдырыңыз. Сізге бот автоматтық түрде сабақта жіберетін болады.